Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда социалистік еңбек ері тракторшы Салтанат Тұрмұқалиева турасында әңгімемізді бастаймыз. Алыстан естілген трактор дауысын естіп, партком секретары кілт бұрылып, оң жақтағы дала жолына көз тастады. Тіркемесі бар көк Беларусь екен. Рульде отырған қызыл орамалды қызды алыстан ажырата алмаса да, бұл Салтанат болар деп ойлады. Ауыл сыртындағы айнадай көл айдынына, дала көркіне тесіле қарағаны болмаса, Салтанат өз ойымен өзі өтті. Тіпті үйден тым алыстап бара жатқанын байқамапты да. Қолына ұстаған оқулығының ашылған беті де оқылмай сол қалып тұр. Сабаққа әзірленуім керек қой десе, бір ойы, несі бар, трактор жүргізу қолымыздан келеді. Бірақ кластас қыздар бұл ойыма қалай қарар екен? Қостай ма жоқ па? Қостаулар керек. Сөзсіз қостайды дейді екінші ойы. Салтанат осы ойына тоқтап, механизатор болуға бекем бел буды. Көп замай-ақ Мәстексай совхозының орталығындағы Меңдешев атындағы орта мектепті бітірген Салтанат бастаған 9 қыз трактор бригадасын құруға бір ауыздан сөз байласқан еді. Техника тілін меңгеруге арналған бір жылда зымырап өте шықты. Міне, тағыдай жайдар жаз келді. Трактор жүргізсем деген арманына білім қосылып, жаңа іске кірісуге құлшынып оралған қыздар қаздай тізіліп партком секретарының кабинетіне кіріп келгенді. Сейдіғали қыздарды жылы қарсы алды. Келіңдер айналайындар, төрлетіңдер деп отыруға орынды ұсынды. Қыздар жайғасқан соң, «Я, қалай? Оқуларың ойдағыдай аяқталды ма?» деп жағдай сұрауға көшті. 9-дің арасынан суырылып шыққан Салтанат Тұрмұғалиева кәсіптік техникалық училищені бітіргендер туралы куәліктерді партком секретарының қолына ұстата берді де, «Міне ағай, көріңіз» деді. Үнінен мақтаныш сезім білініп қалды. Бір жыл бойы босқа жүрген жоқпыз. Бригада жетекшісі Салтанат Тұрмұғалиева, Нағима Сұлтақова, Закира Ситалиева, Гүлбар Кеңесова, Бақыт Ырысқалиева су жаңа көгілдір Беларусь тракторының тізгінін ұстады. Ал қалған төртеуі Ырысқаным Имамұхамбетова, Бақыт Нұрмышева, Қалампыр Дүйсенбаева күзде жаңа трактор алды. Қыздар өздеріне көрсетілген сенімді жақсы түсініп, еңбек етуге құлшына кірісіп кетті. Дала қосы 2 вагон үйі тракторшы қыздар бригадасының жазғы күзгі мекені. Оның бірі жатақхана, екіншісі асхана. Екеуі де жаңа вагон. Көші-қонға өте ыңғайлы еді. Қыздар шөп шабатын жеріне вагондарды тіркеп бірге алып жүреді. Арасы едәуір қашық ауылға күнде қатынап жүргеннен бұл қолайлы болды. Оның үстіне жанармай да уақыт та үнемді пайдаланылады. «Я» деп ойлады Сейдіғали, Қамысты көлдің әдемі суретіне тағыда сүйсіне көз тастап тұрып. Осындай 8 қырлы бір сырлы жастарға қалай сүйсінбессің? Жастарға сенім арту керек. Олар ертеңгі болашағымыз. Сол ертеңіміз бүгіннен басталатынын ұмытпағанымыз абзал-ау. Осы ойымды Меңдешев атындағы орта мектептің оқушыларымен кездесу кезінде айтуым керек. Шаруашылықтың соңғы жылдарындағы жастардың күшімен жоғары өрлегенін де әңгімелеген жөн болар.
осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов пен Салтанат Ермекова, мәтінін оқыған Аманжан Еңсебайұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше